Одан кейін мына жаңағы 8 бөлек үшбұрыш қылып алдық қой, енді соның бір бұрышының шетіне міне жаңағы дайындап алған қимамызды саламыз да бір жақ ұшын әкеп артына қайырып міне басамыз. Өте оңай. Міне одан оны табаға міне тіземіз. Дөңгелетіп отырып жаңағы орнына қайтадан бүйтіп тізіп шығамыз, Одан кейін міне арадарын толтырамыз бүйтіп. Қалған еттерімізбен, Мінекей бәрін жасап болдық. Енді мына жұмыртқаның сарысынан жаңағы мына қайырып жасаған ұнның бетіне жағып, тегістеп отырып жағамыз, Тегістеп отырып жағып, біраз мына зымадан сеуіп қойсақ болды, ақ зымадан, сондай әдемі. Енді пісіру басқышына өтеміз.